Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін балалардың сүйіп жейтін пончигін жасайтын боламыз. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, пончиктеріңіз өте дәмді, жұп-жұмсақ және де арасы толық пісіп шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне жылы сүтімізді, жылыдан сәл ғана ыстықтау болу керек сүтіміз. Оның үстіне ертілген сары майымызды құйып, венчикпен осылай араластырып аламыз. Үстіне құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ашытқы, құмшекер, шым-шым тұзымызды салып, және де ұнның жартысын осылайша салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң қалған ұнымыздың барлығын қосып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бізге керекті тағамдардың нақты мөлшерін, құрамын, грамын төмендегі описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығы да түсінікті жазылған. Қамыр осылайша қолға жабысатын болғандықтан, маған ыңғайлы болу үшін осылайша үстелдің үстіне иледім. Артық ұнды қоспаңыздар. Июын қандырып жақсылап илейтін болсаңыздар, шамамен 4-5 минут. Сол кезде қамырларыңыз осындай жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын әдемі қамыр болады. Достар, осындай қазақша контентті каналдың ары қарай дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін осы каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып, және де осы видеоны әлеуметтік желі арқылы жақындарыңызға бөлісе отырсаңыздар болғаны, сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Көріп отырғандарыңыздай, бізде осындай кереметтей қамыр шықты. Қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге тындырып қоямыз. Қамырымыз керемет көтерілді. Енді осы қамырды үстелдің үстіне оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Пончиктің қамырын жұқа етіп жаймайды. Шамамен қалыңдығын 1 сантиметрдей етіп аламыз. Мінекей, мен қамырды жайып алдым. Енді үстін осындай дөңгелек формамен кесіп аламыз. Егер де үйде кондитерский форма болса, онымен кессеңіздер тіпті де ыңғайлы болады. Осының үстінен кондитерский насадкамен үстінен басып кесіп аламыз, ортасындағы қамырын алып тастаймыз. Егер үйде кондитерский насадка болмаса, онда кәдімгі баклажканың қақпағымен ақ осылай дөңгелек етіп тесіп алуға болады. Енді үлкенде ыдысымызға пончиктерімізді осылай орналастырып аламыз. Тағы да өз көлемін үлкейтіп, әдемі болып көтерілу үшін шамамен 25-30 минутқа бетін жауып қоямыз. Пончиктерді бір-біріне қатты жақын орналастырмаңыздар, себебі қазір көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қалған қамырдың барлығын қолымызбен біріктіріп, оны да осылай жайып аламыз. Мінекей, пончиктеріміз үлкейіп, әдем болып көтерілді. Енді пісіруге кірісеміз. Қатты қызып тұрған майға пісіруге болмайды, себебі пончиктеріміздің сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті орташа деңгейде қызып тұрған майға пончиктерімізді осылай пісіріп алатын боламыз. Осындай таяқшамен немесе вилкамен ауыстырып, екінші бетінде қып-қызыл қылып пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі, шамамен 1 минутта пісіп шығады.
Қараңыздар, осындай қып-қызыл түске енгенше пісіріп алатын боламыз. Сол кезде пончиктеріңіздің арасы толық пісіп шығатын болады. Піскен пончиктерімізді ыдысымызға салып аламыз. Сіздерге кеңесім, салфетканың үстіне қойсаңыздар, немесе осындай қағаздың үстіне майы ағып, пончиктеріңіз майлы болмайтын болады. Мінекей, біздің пончиктеріміз пісті. Енді үстіне шоколадты глазур дайындаймыз. Менде Қазақстан шоколады, үстіне азғантай сливкиді құйдым. Егер де сливки болмаса, онда кәдімгі сұйық майдан азғантай құйып, микроволновкаға салсаңыздар, осындай әдемі, керемет тестерде глазур шығатын болады. Енді осындай шоколадты глазурімізге пончиктерімізді біртіндеп осылай батырып аламыз. Сөйтіп үстіне осындай посыпкаларды сепсеңіздер, пончиктеріңіз өте әдемі болып көрінетін болады. Негізінен әсемдеу, әрлеу ол өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі қылып жасай берсеңіздер болады. Мен осындай посыпка септім, және де екінші түрі ол бетіне какао себетін боламын. Пончиктердің екеуі де өте дәмді болып шықты. Бірақтан бізге жолдасыма және қыздарыма өте қатты ұнағаны осы бетіне какао сепкені ерекше ұнады. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Әсіресе үйдегі кішкентай бүлдіршіндеріңізге жасап берсеңіздер, олар 5 минутта тауысып тастайды, себебі өте дәмді, жұп-жұмсақ, кереметтей болып шығады. Арасы толық піседі. Сол себепті уайымдамай менің рецептімен жасап көрсеңіздер болады. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, осы каналға тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лүпіл басып қолдап кетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, назарларыңызға көп-көп. Сіздермен бірге болған Айгерім, қош сау болыңыздар.